Ассалаумағалейкум, Арман. Қалыңыз қалай? Жаңа маған обедте шамасында бір балықшы жігіт телефон соғады, Бағыт деген. Аслан, сен жаңағы администраторсың ғой Фейсбукта, неде жағдайларды көріп атсың, біліп атсың. Иә, мен жаңа балыққа бардым дейді. Балыққа. Арғы беті Акимат, бергі беті пляж. Жаңа ана жерде Астана дейтін кафе бар. Сол жерден балық аулай қояйын деп, жаңа спиннинг лақтырып, обед кешін отырып, қуырмашымды алып кетейін деп ойлап едім дейді. Қармағымды қақпай қойды дейді. Отырдым обед кешін, тіпті бір қаққан жоқ дейді. Бұндай мезгілдерде дейді, тіпті шелектеп торбалап алып кететін кездер еді дейді. Қармақты лақтырасың, парчики деп аламыз, екеуден, үшеуден балық түсетін еді дейді. Тіпті бір қақпай қойды дейді да. Енді қармағымды шығарайын деп атсам, бірдеңе ілген сияқты болды дейді. Шығарып едім, шірген балық шығып тұр дейді. Бұл не болған естеп алдында тағы да лақтырдым дейді жаңа. Алып тағы да лақтырып едім, тағы да сондай дейді. Шірген балық шығып тұр дейді. Тіпті желкендім дейді, алып тастадым дейді, иісі дейтін сасым мүмкін емес дейді. Сонда маған айтады да жаңа, Аслан дейді, ана жерде дейді, қармаққа ілініп атырса дейді, қармаққа ілініп атырса, онда білмеймін дейді, мен анаң астында толып тұрған болар дейді. Егер крючок, бір крючокқа ілініп атса, оның астында балық дейтін сәтсем көп деген сөз, Арман. Анаң асты дейтін былғып атыр, негізгі бар ма? О қалай министр жаңағы 5-6 балық көрдім деп қалай айтады, мен анаң астында дейтін толып атыр. Мен мысалы осы жылы камера түсіріп қарадым. Жайықтың астындағы жағдай мәз емес. Қай жерге түсіресің? Сол жерде балық қырылып жатыр. Қаланың іші совсем мүмкін емес. Сен соны айт дейді да маған. Мен соны сізге жеткізіп жатырмын. Қармағыма 2 рет шірген балық іліп шығардым дейді. Балық бірде бір қаққан жоқ дейді. Жайықта балық жоқ, ренжіп кетіп қалдым дейді. Маған айтады.